Қайырлы күн қазақ елі. Қазақтың бір киелі жері деп саналатын жер жәнегі Мұзтау тауы. Сол Мұзтау тауының басында Кіндік тас деген бар. Бұрын Камен Рериха дейтұғын. Тепе-теңдік көлі, Қаракөл көлі. Осындай жердің жанаты әдемі жерге адамдардың қолы жете бермейтұғын. Ол жаққа жол жоқ, тек атпен немесе жаяу баратұғын. Атпен 3 күн, жаяу жұмалатып жүретін. Біз енді бүгінгі таңда соны қолжетімді етіп отырмыз. Катонқарайға барсам Мұзтауды көремін бе? Осы сұрақтың жауабын көп адам білгісі келеді. Иә, Мұзтауды көресіз, тек алыстан. Көп адамдар Инстаграмнан Мұзтаудың етегінде жүрген туристердің әдемі фото-видеоларын көріп, Катонқарайға барсам болды, мен де дәл осы жерге барамын деп ойлайды. Бірақ бұл қате түсінік. Себебі Мұзтау сіз ойлағандай жақын емес. Өскеменнен Мұзтауға бару үшін кемінде 5 күн уақытыңыз кетеді. Оның үстіне бұл жерге тек жаз айларында ғана жетуге болады. Ал басқа мезгілдерде қалың қар жатады. Тағы бір маңызды нәрсе, Мұзтауға тікелей машинамен бара алмайсыз, себебі ол жаққа апаратын жол жоқ. Жол талғамайтын көлікпен тек Қаракөл деген жерге дейін ғана жетесіз. Ал Қаракөлден ары қарай 32 шақырым жолды атпен 8-9 сағат жүріп жетесіз. Бұл жол оңай емес. Батпақты, ойлы қырлы тау жолдары, орман іші, өзен өткелдері бар. Жолда ағысы қатты Ақбұлқақ өзенінен кешіп өтесіз. Бірақ Мұзтау етегіне жеткен кезде барлық шаршағаныңызды бірден ұмытасыз. Себебі бұл жердің табиғаты өте ерекше. Жан-жағыңызды қоршаған биік таулар, қалың қарағай мен самырсын орманы, таза ауа, бәрі ерекше әсер береді. Қар басқан Мұзтау шыңдары қол созым жерде тұрғандай көрінеді. Бұл жерде Шығыс Қазақстанның ең үлкен сарқырамасы, биіктігі 80 метр болатын Көккөл сарқырамасын тамашалай аласыз. Ал үш таудың ортасында айнадай болып жатқан Тепе-теңдік көлі Мұзтаудың бейнесін айнадай шағылыстырып көрсетеді. Сондықтан ол көлді Тепе-теңдік деп атайды. Бұл аймаққа шетелден келген саяхатшылардың көбі міндетті түрде баратын тағы бір ерекше жер бар. Ол Кіндік тас. Бұл жер туралы көптеген аңыздар бар. Бірі Беловодье десе, екіншісі Шамбалаға кірер қақпа деп айтады. Сол себепті басқа елден келген адамдар бұл жерге келіп, дұға жасап ерекше рухани күш сезінетіндігін айтады. Сондай-ақ гүлдер алқабын тамашалауға болады. Осында жүргенде өзіңді мүлде басқа әлемде жүргендей сезінесің. Айналадағы тыныштық пен табиғаттың сұлулығы адам ойын тыныштандырып, ерекше жеңілдік сыйлайды. Мұның бәрі Мұзтаудың етегінде орналасқан ерекше жерлер. Сондықтан Катонқарайға барған кезде Мұзтауды көресіз, бірақ алыстан ғана. Ал Мұзтаудың етегіне жету үшін нағыз экспедиция сияқты үлкен сапар. Ол үшін дайындық бірнеше күн керек. Мұзтауға жеткен адам бұл сапарды өмір бойы ұмытпайды. Қараңғыға тойған соң қайғы кетер. Қара суды ішсең де дәмі шекер. Алтындаған төсекте жатсаң дағы, денсаулығың болмаса бәрі бекер. Қарақоста болсаң да өмір өтер. Қаратауда жүрсең де көңіл жетер. Ай бетінде үйіңіз болса дағы, берекесі болмаса бәрі бекер. Көшіңде арбасын сада өтер. Еліңде алабар болса кері кетер. Бір-бірінің тілегі бір-біріне шолып жатса көздерің бәрі бекер. Өтірігің ашылса арың кетер. Орнын таппас өсектен жаның бекер. Көңілге қарап сөйле ақылыңнан, ел жүрегін ауыртсаң бәрі бекер.